Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаз мезгілінде ең актуалды қазіргі біздің проблема қолтықтағы иістен және тершеңнен қалай құтылып алдын алуға болатын ең оңай және тез жасалынатын рецептпен бөлісемін. Егер де сізге тағы да басқа осындай қызықты рецепттер, ақпараттар алғыңыз келсе, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сол кезде мен салған жаңадан видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, арасында сіздермен пайдалы лайфхактармен бөлісіп отырамын. Маған деген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер, жауабын міндетті түрде аласыздар. Ал енді біз тақырыпқа кірісейік. Жаз мезгілінде қолтығымыз, алақанымыз, аяғымыздың терлеуі ол заңдылық. Себебі біздің ағзамыздағы су сыртқа бөліну арқылы жұмыс жасайды, өзінің жұмысын солай атқарады. Бірақ оның өзіндік нормасы бар. Яғни, сіз терлеген кезде күніне 809 грамм шамамен миллиграмм шамамен су бөлетін болса, ол нормаға жатады. Ондай жаңағы тершеңдікті емдеп алдын алуға болады, және де оның жолдары өте оңай. Ал егер де сіз шамадан тыс тершең болсаңыз, яғни баяу қозғалғанның өзінде де, қарапайым отырғанның өзінде де терлеп үстіңіз су болып кететін болса, онда сізде ағзаңызда бір ақаулықтың барлығын білдіреді. Яғни сізге эндокринолог не болмаса невропатолог маманына қаралу қажет болып саналады. Қолтықтың терлеуі аурудың аты гипергидроз деп айтылады. Гипергидроз ол біздің егер емдеп алдын ала алмайтын болсақ, бізді әлсіздікке алып келеді. Қолтық астындағы май бездерінің жұмысының әлсіреуін білдіреді. Сол себепті міндетті түрде оны емдеп алдын алу қажет. Жаз мезгілінде өте әлсіреп қалмау үшін, және де өзіңізге жақсы жаңағы жеңіл көйлектерді киіп жүруге ыңғайлы болу үшін. Ең оңай тәсілдерінің бірі күнделікті таңертең және кешке 2 мезгіл не болмаса сыртқа шығатын алдында салқын сумен және сабынмен жуу қажет. Сабынды, дегтярный сабынды жуатын болсаңыз, пайдасы өте жақсы береді және кептіреді. Қолтығыңызды құрғақ ұстамайтын болсаңыз, жай тершеңнің өзі сізді дерматологиялық ауруға алып келеді. Яғни қолтық терлеген кезде әрдайым біздің қолымыз төмен түсіп жүргенсін, ол бір-біріне жаңағы тиіп, қабындырып, қызарып, жаңағы дерматит не болмаса бөрту ауруларына алып келеді. Ол кезде оның иісі еселенетін болады. Сол себепті сіздерге міндетті түрде сыртқа шығатын алдында құрғататын сабынмен жуып, жақсылап сүртіп отыру қажет болады. Және де қолтықпен жаңағы иіспен көп алысатын кісілерге синтетикалық киім киюге болмайды. Себебі оның иісін ол одан сайын көбейтіп және де ұзақ ұстап тұрады иістің кетпеуіне. Және де өте жабысқан тар киім киюге болмайды. Кішкене ашық және ауа кіріп тұратын болу қажет. Қолтықтың терлеуі жасөспірімдер, жаңадан өсіп бой жетіп келе жатқан қыз ұлдарда жиі кездеседі. Мен өзім ойлаймын, ондай жас кезде дезодоранттардың қолданбағаны мейлінше дұрыс емес. Себебі ол химикаттық зат, оған әуестік пайда болуы мүмкін, не болмаса қатты үйреніп кету мүмкін. Сол себепті үй жағдайында ең оңай және тез жасалынатын рецептпен алдын ала алып емдеген жөн деп санаймын. Мен сіздермен бүгін 2 түрлі рецептпен бөлісемін. Ең біріншісі оған бізге тұз бен сода қажет болады. Осы тұз бен соданың арқасында күніне 2-3 рет сүртіп тұрса, иісі кетіп, және терлеудің алдын алатын болады. Ол үшін қарапайым 200-300 грамм суға 1 ас қасық сода мен 1 ас қасық тұз салып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз, және осы дайын болған біздің жаңағы суымызбен
таңертеңгісін, түсте, кешкісін не болмаса сыртқа шығар кезде осындай қарапайым мақтамен сүртіп отыру қажет болады. Дәл осы сумен аяқтағы терді де кетіруге болады. Ол үшін ең алдымен қолтығымызды жақсылап салқын сумен жуып аламыз. Диктар сабыны болса, диктар сабынмен жуып аламыз. Одан кейін мақтамызды батырып, жаңағы тұз бен сода араласқан суға қолтығымызды сүртіп отыратын боламыз. 1-2 минут осылай ұстаймыз, кеткенше. Өте пайдалы. Екінші рецептің де жасалу жолы өте оңай, бірақ пайдасы тиімді. Сол үшін міндетті түрде жасаңыз. Әр жасалынатын рецепттің алдында қолтығымызды, аяғымызды міндетті түрде жақсылап, салқын сумен жуып аламыз. Тершең адамдарға ыстық сумен жуынуға болмайды. Мүлдем ыстық су сіздерге болмайды. Мен ол үшін қарапайым банка, 3 литрлік, 2 литрлік өздеріңіз білесіздер, мен ыңғайлы осындай кувшинді аламын. Кувшинда менде қазір қайнатылған ыстық су, өте қатты ыстық болмау керек, бірақ жаңа қайнағаннан кейін 1-2 минуттан кейін даярлауға болады. Ыстық суға лавр жапырағын салып, 1 күнге тұндырып қою қажет болады. Осы тұнған суымызға лимон қышқылы, дайын үйде лимон қышқылы болса, соны қосасыздар. Болмаса қарапайым лимоннан қосамыз. Бірақ лимон өте қышқыл болғандықтан байқаңыздар, өте көп мөлшерде қосуға болмайды. Ең алдымен жарты шай қасық қосып көріңіздер. Егер сізде аллергия болмаса, онда ол кезде кішкене көбіректен тамшыны қосуға болады. Лавр жапырағы 1 күн тұнғаннан кейін түсі қарайланып, кішкене түсі өзгереді. Лимон қышқылы біздің жағымсыз иістен құтылуымызға жақсы көмектеседі. Мен мысалға осындай 15 граммдық лавр жапырағын 1 литрлік, 1,5 литрлік суға, ыстық суға салып, осындай 1 долька лимонның суын құйып, аузын жауып, қараңғы жерге 1 күнге тұндырып қоямын. Ал дайын болған суымызды мен осындай қақпағы бар затқа жасаймын. Енді өздеріңіз көресіздер ыңғайына қарай. Жаңағы 1 күн тұнғаннан кейін мен күнделікті өзімен жұмысқа да, жаңағы сыртқа, қонаққа барсам да, қонуға бір жерге барсам да, жаңа пайдалануға ыңғайлы болу үшін осындай басқан кезде шашырап себетін ыдысқа құйып аламын. Қазір менікі әлі тұнған жоқ, бірақ былай түсіндіріп айтып өтейін. Жаңағы 1 күннен кейін осы дайын болған суымызды осындай басатын ыдысқа құйып, сумкамда ұстап жүремін. Кішкентай размерде алсаңыз да болады. Одан кейін осындай қарапайым мақтаға сеуіп, қолтығымды, мойнымды терлеген кезде желкелеріңіз бәрі терлеп қабынады, соның бәрін сүртіп аламын. Біздің осы дайын болған суымыз бізге тоник ретінде де жақсы көмектеседі. Бірақ бетіңіз өте сезімтал болса, байқаңыздар, лимон қышқылын азырақ қосыңыздар. Сол кезде ешқандай сізге аллергиялық реакция бермейтін болады. Дәл осылай бетімді жақсылап жуып аламын. Мақтаға сеуіп, бетімді таңертеңгісін және кешкісін сүртіп отырамын. Сол кезде қызарған, бөрткен, күннен күйген кезде бетімдегі пайда болған әрбір түсініксіз заттарды жақсы кетіріп бетімді тазартады. Дәл осылай жаңағы қолымыздың осы жерлері терлейді, қолтық терлейді, желке, құлақтың асы, аяқ терлейді, сол жердің барлығын сүртіп отырамын. Күнінен өзім 2 рет сүртемін. Әр жазда маған жақсы көмектеседі. Сол себепті міндетті түрде осы 2 рецепті жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер және пайдасы тиеді.